Орта ғасырлық сарайшықтағы іргелі жұмыстар 2016-2019 жылдары Атырау облысын басқарған мемлекет және қоғам қайраткері Нұрлан Асқарұлы Ноғаевтың тұсында жалғасын тапты. Алдымен сарайшыққа отандық және шетелдік ғалымдар келді. Ол 2017 жылғы 3 сәуірде сарайшық ұлы қала тарихы атты халықаралық конференция өткізді. Оның басшылығымен 2016-2018 жылдары Сарайшық қаласының мәдени қабатын ұзақ уақыттан бері жойып келе жатқан Жайық өзенінің жағалауына қорғаныш мақсатында биіктігі 3,6 метр, ұзындығы 1,15 километр бетонмен бекіту жұмыстары жүргізілді. 2018 жылғы сәуір айында облыстық Хан Ордалы Сарайшық музейі базасында республикалық Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығын құруға шешім шығады. Нұрлан Асқарұлының басшылығымен сарайшықтағы археологиялық зерттеу жұмыстарына қаражат бөліне бастады. 2017-2019 жылдары жергілікті археологтар Сарайшық қаласында зерттеулерін жүргізіп, Сарайшық музей қорығы қорына 300-ден астам жәдігерлер тапсырды. Оның қолдауымен Сарайшық музей қорығына Алтын Орданың 750 жылдығына орай республикада алғашқы боп 2019 жылы 9 қазанда Атырау облысында Жошы ұлысы және Сарайшық қазақ мемлекеттілігінің бастауында атты халықаралық конференция өткізілді. Конференция жұмысына отандық және Германия, Қытай, Ресей, Түркия елдерінен беделді ғалымдар қатысты.